Сәлем достар, бүгін жігітім палау істеп берем деп жұмыстан ерте келді. Қазір палауын жейтін боламыз. Палау өте керемет дәмді болады. Окорочка қоспайтын ек негізі палауға. Енді қосуға тура келіп тұр, ет болмағасын. Етпен де күшті болады, окорочкамен де дәмі басқаша болады. Енді окорочкамен істеп көреміз. Ана күшті жуып алып, жылы суға салып қояды, жібітіп. Одан кейін сәбізді салып, әбден қызарғанша қуырып алады. Одан кейін барып күрішті бетіне салады. Негізімен палау істейтін кезде керісінше қыламын, су құямын, одан кейін барып күріш саламын да. Ал мына жігітім бірінші күрішті сап алады, әбден араластырып барып үстіне су құяды. Күріштің сопақша түрін таңдадық, өйткені сол түрі жақсы шығады палауға. Өте сағынып күтеміз жігітіміздің палауын. Бір айына бір жасап беріп тұрады. Яғни күнде ошақтың басында емес, айына бір рет бізге өстіп көмектесіп, бала шағасына тәтті палауын бізге жегізетін болады. Мына күрішті араластырып, қазір боқтырып қояды. Бір келке араластырып алды. Мейізін салды. Қазір осыны боқтырып қоямыз. Міне біздің палауымыз дайын, өте дәмді болған. Ас болсын!